Кешар, құрметті оқушылар, добрый вечер, дорогие ученики. Сегодня у нас подготовка к ЕНТ по темам, которые вы прошли. На этой неделе у вас новой тематики нету, там у вас по программе Revision, получается, прошлонедельные все темы будут здесь. То есть все темы, которые вы прошли до сегодняшнего дня по Эдюкон второй книге. Құрметті оқушылар, бұл ұбт-ға дайындық тест талдау форматында болады. Сіздердің өткен тақырыптан Эдюкон 2 кітабы бойынша осы уақытқа дейін өткен тақырыптарыңыз. Өткен апта сіздерде жаңа тақырып болған жоқ, өйткені соңғы апта сіздерде ревизион қайталау тұр жоспар бойынша. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. If I about the traffic, I would have left early. То есть мынау бізде third conditional. Это у нас третий conditional, ребята. Здесь у нас должно быть past perfect, а здесь would have глагол в третьей форме. If I had known about the traffic. Если бы я знал о пробке заранее, я бы вышел пораньше. Егер мен жаңағы пробка туралы ертерек білгенде, мен ертерек шығып кетер едім дейді. Бұл third conditional. Өткен шақта өтіп кеткен нәрсені өкіну білдіреді. Так, второй вопрос. She talks as if she everything about the project. Она разговаривает, как будто она знала все про этом проекте. She talks as if she knows. Она знает, да? Разговаривает, как будто она знает. Ол бүкіл нәрсені білетіндей сөйлейді. Жоба туралы барлығын білетіндей сөйлейді. As if she knows. Бұл жерде present simple. Так, кеттік ары қарай. I regret him the truth. Мен оған шындықты айтқанға өкінемін дейді. Здесь у нас говорится, я сожалею, что рассказал ему правду, да? То есть, я сожалею о том, что сделал в прошедшем. То есть, это будет I regret telling him the truth. То есть, вы что-то сделали в прошедшем, сейчас сожалеете, это будет I regret плюс глагол ing. Құрметті оқушылар, өткен шақта бір нәрсе жасап, қазір соған өкім жасында, regrеттен кейін етістікке ing жалғауын жалғаймыз. I regret telling him the truth. Келесі. He promised me as soon as he arrived. То есть, ол маған келе салысымен телефон шалуға не берді, сөз берді. He promised to call. Promised to do something. Ребята, он обещал мне позвонить, как только он придет, да? Обещать сделать что-то. Это promise to, вот этот предлог плюс глагол. Такая формула, да, у нас? Так. I saw her the classroom quietly. Я увидел, как она заходит в класс, тихо заходит в класс. Мен оның сыныпқа тыныш кіріп жатқанын байқадым. Көрдім, да? Кіріп жатқанын. Entering. Болады. I saw her entering. Если бы я увидел весь этот процесс, я бы сказал I saw her enter, да? Егер мен бүкіл оның іс әрекетін көрсем, I saw her enter болушы еді. Бірақ көбінесе бізде enter see somebody doing қолданылады. Өйткені көбінесе бұл жерде де жаңағы бір нені ғана көрдім дейді. Сол моментті ғана көріп қалдым деген мағынада қолданылып жатыр. He was made the task again. Қараңыздар, негізінде make somebody do something болып жазылады. Бірақ, если passive болса, be made to do структурасы қолданады. Көрдіңіздер ғой? Be made to. Мына жерде негізгі active voice'та make somebody to деген предлог жоқ, бірақ неде бар. Ребята, когда мы говорим make somebody do something, мы не используем предлог to. Но если предложение passive, тогда мы используем be made to do. He was made to do the task again. Здесь будет у нас, видите? Здесь у нас пассивная конструкция. То есть действие происходит на подлежащем. Жетінші сұрақ. By the noise, she couldn't concentrate. Distracted это когда внимание отвлекается на что-то. Отвлеченный звуком она не могла сконцентрироваться. Distracted будет. Это у нас participle clause, то есть past participle clause. Past participle clause. Как бы в русском языке причастный и причастный оборот. Distracted by the noise. Не дыбыспен не көңілі ауып, ол не істей алмайды, концентрация жасай алмады дейді. Distracted жаңа көңілі ауып деген мағынада қолданылады. Бұл бізде past participle болып есептеледі. Өйткені өткен шақта distracted. Негізі пассивный конструкцияда қолданылып тұр, бірақ participle болып есептеледі. The students for the exam stayed late. То есть оқушылар емтиханға дайындала отырып кеш қалды дейді. Здесь говорится, ученики, готовясь к экзамену, остались допоздна. То есть preparing, готовясь. Это у нас present participle называется. Present participle. Используем этот ing, делаем этот. Готовясь к экзаменам, они остались, да? Это у нас причастный оборот тоже.
дайындала отырып емтиханға кеш қалды дейді. Енді she said she the report the next day. Она сказала, что она подготовит отчет на следующий день. Ол нені жаңағы не деуші еді, жаңағы отчетты ертең дайын болады деп айтты дейді да. She said that she would finish. Білесіздер да, бұл жерде төлеу сөз. Это у нас, видите, reported speech. Reported speech что делает? Этот один tense назад меняет. Если это present simple, когда вы переводите эти слова, вы используете past simple. Если они говорят will, вы используете would. Вот поэтому she would finish. She said that she would. Она сказала, что он закончит отчет на следующий день. Құрметті оқушылар, will would қайналады reported speech'та. Білесіздер да, reported speech'та бір адам бір нәрсе айтқан болса, сіздер жеткізген кезде төлеу сөзде нені уақытты бір уақыт артқа қозғауымыз керек. Сол үшін will would болып кетеді. Мына жерде would деген finish деген не бар да, вариант. Так, келесі. He asked me where I was from. Where I am from ғой. Өткен неде жаңағы reported speech'та I was from болып кетеді. Ребята, как по правилам reported speech, меняем I am from на was, да? Он спросил меня, откуда я был, да? Откуда я? Так, следующий вопрос. She suggested earlier to avoid traffic. Она предложила выйти пораньше, чтобы избежать пробок. Ол жаңағы пробкадан қашу үшін ертерек шығуды ұсынды дейді. Suggest doing something деген структура қолданылады. Келесі сұрақ. This problem is than I expected. То есть, мынау проблема мен ойлағаннан әлде қайда қиынырақ екен дейді. Здесь говорится, эта проблема намного запутаннее, чем я ожидал. Is much more. Вот это слово much модифицирует слово more complicated. Это у нас сравнительная степень. То есть, modifying comparative. Вот это much, это modifying comparative. Не very complicated. Потому что здесь than, да? Это у нас comparative. Comparative, modifying comparative. То есть здесь еще модифицируем much и еще comparative вместе. Да? Мына жерде компаративті салыстырмалы шырайда біз не істеп жатырмыз? Күшейтіп жатырмыз. Much more деген. Мен ойлағаны әлде қайда қиынырақ дейді. Так, кеттік ары қарай. He works than his brother. Harder than his brother. Ол өзінің бауырына или ағасына қарағанда көбірек жұмыс жасайды. Он работает усерднее, чем его брат. Да? Сравнивает. Than. Это сравнительная степень. Бұл салыстырмалы шырай. Так, келесі. If she harder, she would pass the exam. Это у нас second conditional. Бұл бізде екінші conditional, құрметті оқушылар. Сондықтан мына жерде past simple мен would қосылған етістік формуласын қолданамыз. If she studied harder, she would pass the exam. Ол негені дұрыс дайындалғанда емтиханды өтеді. Өтеді дейді. Жақсы дайындалса өтеді деген мағынада. Но бірақ бәріміз білеміз, ол оқымайды и өтпейтінін. Сондықтан бұл жерде second conditional, unreal conditional қолданылып тұр. I wish I had more time now. I wish I had. I wish деген бұл бір нәрсе нені қалау райында біз өткен шақты қолданамыз. If only I had или I wish I had. Ребята, это у нас изъявительное наклонение. Не изъявительное, а как мы желаем чего-то. Не знаю, как называется на русском языке, просто это означает, что как бы я хотел, чтобы было так бы. То есть конструкция if only и I wish, после нее используем past simple, когда мы о чем-то мечтаем. I wish I had more time now. Так, having the email, she relaxed. Здесь у нас present perfect participle. То есть, сделав что-то, она расслабилась, да? Present perfect participle. Бұл құрметті оқушылар, бізде present perfect participle, то есть бір нәрсені жасағаннан кейін ол не демалды дейді. Having sent the email. Нені поштаны жібере салып, хатты жібере салып, ол демалды. Отправив письмо, она отдохнула. Дальше. He admitted the window. Admit doing something. Бір нәрсені мойындау. Admit doing something. He admitted breaking the window. Негізі admitted to breaking дегенде не сложный конструкция қолданады, бірақ біздің негізгі грамматикалық правилам бойынша admit doing something болады. Сондықтан осыны жауап бересіңдер, да? She is the student in the group. То есть бұл топтағы ең қандай ақылды оқушы дейді. Она самая, как там, умная ученица в этой группе, да? То есть she is the most intelligent. Это у нас высшая степень. Бұл бізде күшейтпелі шырай, да? Ол ең ақылды. The most intelligent.
The most intelligent. Intelligent сөзі бір буынды емес, көп буынды болған үшін most intelligent деген конструкцияны қолдандық. Так как intelligent является более чем одного слога, используем most intelligent, да? Так, келесі. He denied that he had taken. Он отрицал, что он взял деньги. Had taken. То есть это у нас в прошедшем, а это у него до этого произошло. Это у нас должно быть past perfect. То есть past before past. Одно действие произошло до одного действия в прошедшем. То есть прошедшее до прошедшего. Он отрицал это в прошедшем, а до этого, что он взял деньги, он отрицал, да? Құрметті оқушылар, ол he denied деген ол ақшаны алғанын мойындамады. Deny деген өткен шақта болды, had taken оның алдында болды. Бұл бізде past perfect. Өткен шақтың өткен шағы деген мағынаға ауады. Да? I'd rather you didn't tell me the truth. Я предпочитаю, чтобы ты мне не говорил правду. Наоборот, I told me the truth. Я предпочел, чтобы ты рассказал мне правду дейді. Мен сенің маған шындықты айтқаныңды қалаймын деген мағынада. I'd rather you did. Сондай конструкция өткен шақпен қолданылады. The book is worth reading. То есть книга стоит чтения, да? Вот это слово чтение используется с ing вместо этого, как там, часть речи, которая вместо noun, короче. Как мы это, вместо имени существительного мы просто добавляем ing и делаем reading, да? Эта книга стоит чтения. Бұл кітап оқуға тұрарлық. То есть оқуға тұрарлық деген reading болып ing қосылу арқылы жаңағы ненің nounның функциясын атқарып тұр бұл жерде. Objectның функциясын, да? Келесі. She spoke, ол сөйледі, да? So that everyone understood her. So clearly. Ол соншалықты анық сөйледі, что барлығы оны түсінді. Она разговаривала так внятно, что все ее поняли, да? So clearly. Здесь spoke, это вот это слово clearly. Почему она clearly? Adverb. Потому что она описывает вот это слово spoke. Из-за этого это adverb. Clearly должно быть. Құрметті оқушылар, бұл жерде clearly неге adverb десеңіздер, бұл spoke деген етістікті сипаттап тұрған үшін жаңағы үстеу болып, clearly болып қолданылады. Clear деген сәйкес келмейді бұл жерде. Келесі. If only he arrived early. Ол тек ертерек келгенде ғой дейді. He had arrived. Өйткені уақыт өтіп кетті. Өтіп кеткеннен кейін бұл айтып жатыр да, ертерек келгенде he arrived емес, he had arrived болады. Егер жай ғана ертерек постоянно келсе, if he arrived болушы еді, а егер бұл жерде өткен шақтан бір болып кеткен іс-әрекет болған үшін past perfect қолданып жатырмыз. Ребята, тут было бы, по идее, по логике вещей, if only he arrived early было бы, но здесь ситуация уже произошла, он опоздал, и мы сейчас сожалеем. Блин, если бы только он пришел бы заранее. Поэтому используем здесь past perfect. Дальше. The man over there is my uncle. Человек, который стоит там, это мой дядя. Анау жерде тұрып тұрған адам менің ағам дейді. Так, the man standing over there. Ана жерде тұрған адам деген мағынада. Келесі. She told me she never been there before. Өткен шақ, значит, мына жерде одан өткен шақ болу керек. She had never been болады сол кезде. Ребята, she told me, она сказала мне, что, значит, получается, это уже в прошедшем, а это должно быть до прошедшего, получается, she told me she had never been there before. Так, дальше. This is the movie I've ever seen. This is the most interesting. Вот эта конструкция I've ever seen, это самый лучший фильм, который я когда-либо видел. Вот это слово «когда-либо я видел», это означает, что здесь говорится life experience. Для life experience, для жизненного опыта, мы используем какой? Это у нас present perfect. Она используется для того, чтобы говорить о жизненном опыте. Я никогда не был в Париже, или это life experience используется в основном с present perfect. Здесь, извиняюсь, present perfect используется, а здесь этот the most interesting. Используется этот сравнительно высшая степень, да? The most interesting. Құрметті оқушылар, кешіресіздер, бұл жерде күшейтпелі шырайға қолдану үшін I've ever seen қолданылып тұр, конструкциясы. The most interesting. Так, келесі сұрақта he insisted on the bill himself. Ол нені
шотты өзім төлеймін деп соның үстінде тұрды дейді. Insisted on настаивать деген мағынада. Ребята, he insisted on, это означает, он настоял на том, чтобы заплатить за счет самому, да? He insisted on paying. Insist on, то есть добавляем ing к глаголу после слова insist on. He insisted on paying. То есть insist onнан кейін бізге етістікке ing жалғауын жалғаймыз, құрметті оқушылар. Келесі сұрақ. The teacher explained the rule patiently. Бұл бізде кәдімгі adverb. Өйткені бұл explain етістігін не істеп тұр? Сипаттап тұр. Сондықтан бұл үстеу болады patiently. Ребята, здесь слово patiently, ly окончание, adverb. Почему? Потому что она описывает слово explain, то есть описывает этот глагол. Как объяснила? Этот очень спокойно объяснила, да? С терпением. If it tomorrow, we will stay at home. То есть, если завтра пойдет дождь, мы останемся дома. Это у нас first conditional. First conditional. Здесь употребляется present simple в if clause. Здесь present simple. А в этом используется will. А во втором предложении используется will плюс глагол. Ну, здесь will здесь написано. Здесь получается нам нужно present simple. If it rains получается здесь. If it rains. Да. Құрметті оқушылар, бұл бізде first conditional. First conditional бір нәрсе болуы мүмкін жағдай, осы шақта немесе болашақта. If clauseға біз present simple қолданамыз, және main clauseға біз will қосылған етістік қолданамыз. If it rains болады сондықтан бұл жерде. Она указала мне не опаздывать, not to be late. Warn somebody to do something. Warn me not to be late. Осындай конструкция warn-тан кейін not to do қолданады. Not to be, yeah? Ребята, здесь она указала мне не быть поздно, да? Жақсы, осымен біздің сұрақтарымыз соңына келді. Құрметті оқушылар, көргендеріңізге рахмет. Бізбен болдыңыздар. Ертең IELTS-қа дайындық. Ребята, да, будьте с нами. Завтра у нас IELTS подготовка. На сегодня у нас все. Давайте. Bye-bye.